Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын әрі оңай дайындалатын кокосовый пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Қант қосамыз. Венчиктің көмегімен немесе лопатканың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа саламыз. Сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, тағы да жақсылап араластырамыз. Разрыхитель қосамыз. Еліктен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып араластырамыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елеп аламыз. Қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға кокосовый стружкамызды саламыз. Қант қосамыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Сүт құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Формамызға қамырымыз жабыспас үшін пергамент қағазын төсейтін боламыз. Енді қамырымызды формамызға жайып шығатын боламыз. Жан-жақтарына бортик жасап шығамыз. Қамырымыздың бетіне вареный сгущенкамызды салып шығамыз. Вареный сгущенкамыздың бетіне дайындап алған салмасын салатын боламыз. Бетін барлығын тегістеп жайып шығамыз. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут аралығында пісіретін боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.